ескертпей бауырмалдықтан алшақтап барамыз. Жер шарында түрлі аурулар тарауда. Мен жоғарыда айтып өттім, мұның барлығы бізге, Аллахтың бізге деген ашуы, бауырлар. Мұның барлығының алдын алатын, жер шарын түрлі қауіп-қатерден ақыр заманда сақтап қалатынын ислам діні екенін барша адамзат мойындап отыр, бауырлар. Жаңа әуелде бейнетаспадан көрдіңіздер. Қазақстаннан кеткен отандастарымыздың қалай өмір сүріп жатқанын. Мына бейнетаспаларды көрші болғандарыңызға, ауылдастарыңызға тараттыңыздар, жарнамалап жіберіңіздер. Ислам мемлекетіне барамыз, күнәларымыздан тазарамыз, жұмыс істеп ақша тауып қайтамыз дегендер болса, біз әрдайым көмектесуге даярмыз, бауырлар. Аяуда 50 адам аттан қалып отыр. 50 адам аттан қалып отыр. Түркияға дейін билет алып қойды. Түркияға дейін билет алды. Ол жақта біздің діндар бауырларымыз күтіп алып, қолайлы қалаған мемлекеттеріне орналастырады, бауырлар. Ал қалған барамыз дегендеріміз болса, иншаллах біз көмектесуге даярмыз, бауырлар. Біз даярмыз. Тек өтінем, тек бір ескертетінім аса сақтық қажет, бауырлар. Мен сіздерді мына жерде үгіттеп, не болмаса мәжбүрлеп жатқаным жоқ. Біздің міндетіміз адасқандарды Аллахтың ақ жолына салу. Уа жамағат, мұсылман бауырлар, мына мен өзім жақында араб елінде діни сауатымды ашып келдім. Ондағы көзімнің жеткені шайбашуа өмір сол жақта екен баш. Алланың қалауыменен маңдайымды шайнамазға тигізіп тақуа болып қайттым, бауырлар. Еш өкінбеймін. Әйелім мен балам да мұсылмандыққа бет бұрды, бауырлар. Ал енді міне Алланың қалауыменен араб еліне аттанып барамыз, бауырлар. Жалпы мына біздер әбден азып тозған екенбіз. Жамандықтың сорақысы арақ. Қанымызға соншалықты сіңкеді. Таңғы оразамызды арақпен ашатын халге жеттік, бауырлар. Шайтан мұсылман қауымда, ей мұсылман, иман келтір. Ақиқатында арақ пен құмар ойындар арқылы оттар мен жебелер тартулы мына сендердің араларыңа аулақ болады дейді, бауырлар. Сондықтан мына шайтан сендердің қай-қайсың болсын орталарыңа құмар ойындар арқылы Алланың сәждесінен, Алланың намазынан тоқтатқысы келе бастады. Арақ құндылықты бермей тұрғанында көш бастап алдыңғы қатарда кетіп бара жатыр. Елімізде қыздарымыз түсік жасату жағынан мұсылман елдердің арасында алдыңғы қатардамыз, астағфираллах. Үйленуден ажырасу басым. Ең басты масқара. Шетелдерге бала асыратудан үздіктердің алдындамыз, астағфираллах, бауырлар. Қазақстанның көбейте алмай жатқан кезінде бұл масқара екен. Бауырлар, тізе берсек жамандық шыға береді. Жаңағы Мәлік Қажы айтқандай, күллі мұсылман қауым күш біріктіріп, ислам мемлекетінің құрамына кіріп, әлемдегі барша дінсіздерден ар ортамызды тазалау. Баянғали мырза, сіздің мынауыңыз бит көкпіліп қолыңызды оққа жағу. Сіздер жастарды дін жолында тәрбиелейміз деп теріс ағымға алып кетіп барасыздар. Әлгінде көрсеткен бақытты өмір сүріп жатқан бейнетаспаларды отандастарымызды адастыру үшін насихаттауға арнайы ақша беріп жатырмағанға кім берді?
жақсы әйел, жақсы көрші, жақсы көлік, кең баспана дейді. Ал төрт нәрсе ақсақал кесірліктің белгісі дейді. Жаман әйел, жаман көрші, жаман көлік, тар баспана дейді. Міне. Сендерге еліміздегі жойылмай жатқан жамандықтың бәрін жиып төгіп, көңілдерімді қалдырып, анау жақтан жоғы жұмаққа мойындарымды бұрысып, қол шындырып отырған ақшаның жетегінде кеткен дін оқымыстағы үгіт насихаты. Астағфиралла. Біздің елімізде ғасырлар бойы қалыптасқан заманымызға сай мұсылмандық салт дәстүріміз бар. Ал енді сақал ғой, бетті тұмшалағаннан мұсылман болып кетпейміз. Жүрегінде иман болмаса, мың жерден бетіңді тұмшалап алсаң да мұсылманмын деме. Ал біздің өзімізге тән ұлттық нақышта киіміз болу керекпіз бе? Аллаға бет бұрып, әсіресе жастардың көптеп келуі жақсылықтың нышаны. Бірте-бірте жамандықтан арылып келеміз, бәрі де болады. Шыдам керек. Ал енді шекерге өткен таса мұсылман болам деулеріңіз қателік. Мәпелеген оқырман қашып түпсіз апанға түсіп жүрмеңдер. Мәлік мырза, мен сіздің түпкі мақсатыңыз енді түсіндім. Расында оқуға аттандырып жатырмыз деп бізді қуантып едіңіз. Енді белгілі болғандай, ислам мемлекетінің керегесін кеңейтеміз деп отандастарымыз обалда қалып жүрмейміз. Бұл әрекетіңізге мен қарсымын. Тиісті органдар сіздің бұл әрекетіңізге тыйым салсаңыз. Мақұл, сіздікі дұрыс болсын. Бұлай болу мүмкін емес. Бұл теріс жолға итермелеу. Адастыру. Біз қалай өмір сүру керек екенімізді өзіміз білеміз. Білесіңдер. Сақал ғой, тұмшалады жүрсің. Ай, бауырлар, міне, осындай шала молдалар қажылыққа барып келеді де елді адастырады. Жоғары жақтың нұсқауымен жүріп қайтып ел боламыз. Құлдық сипаттан арылмай ешқашан ел бола алмаспыз. Осындайда мынандай бір аңыз ой бола. Еврей деген жұрт ұзақ жылдар бойы Египеттің құлақ кесті құлы болған. Арбасынан сол жұртты көрген Мұса саллаллаху алейхи сәлем пайғамбар сол жұртты құмға алып шықты. Ары кездіріп, бері кездіріп, көрмеген көресіні көрсетіп, сол жұртты 40 жыл бойы құмнан шығармай болды. Осыншама неге адамдарды қинаған емес? Себебі бүтіндей жұрттың санасын құлдық жайлап алған. Сол жұртты құмға көміп қойып, 40 жыл бойы шығармай қойды. 40 жылдан кейін сол жұрттың қаны таза ұрпағын алып шықты. Құлдықты құмға көміп кетті. Сөйтіп жер бетіне еврей секілді ақыл ойы терең, білімді, тым білімді еврей деген жұртты дүниеге алды. Міне ғажап бауырлар, мына біздерді құлдық психологиядан алып шығатын ол ислам
жерде жағалап жүріп қойсыңдар. Байын деп жағалап жүріп қойсыңдар. Әке, ол жақтың жайтын мына мен өз көзіммен көріп қайттым ғой. Мен секілді қазақ жігіттері ол жақта мұнай саласы, техника саласы, машина салаларында қызмет жасап жүр. Ал енді кейбіреулердің балалары, әке, кейбіреулердің балалары Англия, Франция, Жапон елдерінде жоғары білім алып оқып жатыр. Ал енді әлемнің әрбір түкпіріне қарайтын болсаң, жоғары лауазымда қызмет жасап жүр. Не ішем, не киімдер жоқ, жақсы. Яки, біз барлығын ойластырып қойдық. Ертең ақшамызды есеп-шотты осы жақтан алып тұрып аламыз. Келе-келе ақшамызды доллармен аударып тұрамыз. Әке, тағы бір келген кезде біз кейін үй салып аламыз. Соны ғой баяндалайын. Тегін жатқан ақша бар ма еді? Балам-ау, соншама байлықты сендерге кім төгіп береді я? Аядай үйіп отқана үй жарамай ма сендерге? Жұмыстарың бар, еңбек ақыларыңды алып жатсыңдар. Не жетпейді сендерге? Барға тәуба шүкіршілік қылмайсыңдар. Солда жұмыс болды әке. Беректер өлместің күні. Елдің әкелері немерелеріне де жететін байлықтың мирас етіп қойған. Ал сіз болсаңыз, күнде келіп алып осы жерге бір бөлме пәтерге шығылайсыз. Ей шырағым, анаң екеуміз сені адал тәрбиелеп өсірдік қой. Оқыттық, тоқыттық. Мамандық алып бердік. Енді ары қарай талпынып, қанат қағып кетілмесең біз кінәліміз бе? Әке, жақсы, жарайды. Сен кейде бір жай отырған кезде мақтанасың. Ана мен кезінде облыс көлемінде қаншама басшыларды жұмысқа баулыдым деп мақтанғанда сондайсың. Ал енді мысалға, мына мені сол басшылардың біреуіне айтып, ауданның әкімі емес, орынбасар етіп тағайындаңызшы. Мейлі, құрылыс басқармасының бастығы болмай-ақ қояйын. Құрылысшы етіп тағайындаңызшы. Не олар менен артық бар? Ешқайсысы артық емес. Не сүйеушілері бар, не көкелері бар, не ақшалары көп па деймін олар. Ей, тоқтай тұр шырағым. Көзбен көріп, қолмен ұстап бедім. Мамандық бойынша жұмысқа тұрдым. Неге көтерілмедік сен? Білімің шала, ұйымдастыру қабілетінің төмен болғаны. Егер басшылар қаламаса, өзіңнің нашарлығың шығар. Оларға да білікті маман қажет. Басшылар. Әке, Аллах тағалаға айтпақ, егер де қолым маған сүйеді, сен маған қарай жақындайтын болсақ, мен саған бір шынтақ бойы жақындай түсем демін. Ал егер де бір шынтақ бойы жақындайтын болса, мен саған бір құлаш бойы жақындайын деген. Ал егер де бір құлаш бойы жақындайтын болса, мен оған жүгіріп барамын деген Аллах тағала. Ендігі жерде Құранға негізделген шариғат бойынша өмір сүретін болам әке. Нағыз адал жол, халифат. Яки, нағыз адал жол, халифат. Сендер маған не айтып тұрсыңдар қазір? Сенің санаң әбден уланған ғой, балам. Елде халифат орнатамыз деп, айрандай үйіп отқан тыныштығымыздан айырылып қалуымызға да емес қой. Біздің елде қаншама төгілдер тұр. Олардың діндері әртүрлі болуы заңды, балам. Әке, сабыр етші, сабыр. Мына сен пайғамбар жасынан ассаң дағы діннен түк хабарың жоқ. Маңдайын сәждеге теймейді. Кешегі мынау кеңес үкіметінің Құдай жоқ дегенін сеніміне әбден
сұлтанып біткенсіңдер. Онымен қоймай мына сенен тараған ұрпақ, мына біздер адаспыз әбден. Міне, сенбесең қараш, қазір мына сайттарын тапқаннан бері көзіміз ашылды. Мен секілді тасмандай ұрпақ көп екен. Қара көзім, сенбесең, көр! Яғни, сенің немерең. Ол болса өсіп келе жатыр. Үй болса тар. Кеңейтуге ақша жетпей, жоқ ақша. Жоқ! Оның үстіне мынау былтырғана кеткен замандастарымыз, Кәмшат пенен Талғат деген досымыз, қазір ол жақта жіппен жүрген көзде, ал біз әлі қарашайымыз. Соларға қарап тұрып қызығып тамсанасың. Ешем ем дейтіндер жоқ. Ауылдарына келіп жылда ауылда қума демалып қайтасың. Міне, сен берсен қарашы өзің. Қош, дүргін. Аллаға сансыз шүкір. Міне, біз осында тұрамыз. Талғат машина жөндейтін зауытта жұмыс істейді. Мен өзім емханада медбикемін. Тіл үйреніп келеміз. Бұл жақта тәжік, өзбек, қырғыз, түрікмендер өте көп. Бір-бірімізбен жақсы араласамыз. Жақында ақшасы көп жұмысқа ауыстырып, басқа жаққа көшіреміз дейді. Бұл жақтың тұрмысы өте жақсы. Амандық болса 4-5 жылда байып, қайтып келеміз. Тимурчикті мұсылман қылдық. Ол мұнда жаққа келгелі тіптен бақытты. Мұсылман болып сүндетке отырылған күні ағайындардың әкелген сыйлықтарын көрсең, өзі батареямен жүретін машина, ойыншық автомат, жоқ емес дүние жоқ, машалла. Аяғымыздан тұрып, Қазақстаннан үй соғып алатын жағдайға жеткен соң, өз машинамызбен елге қайтамыз. Тәжікстан арқылы жол қатынасы бар көрінеді. Жақында өзбектер елдеріне машинамен барып қайтыпты. Өзбекстан Қазақстанмен шекаралас емес пе? Сол жолмен бізде жетіп барамыз. Келемін десеңіздер, өкінбейсіздер, келіңіздер. Шешем, алдындағы қазулы орды көрмей елденіп тұрмыз. Адамжан, бір адамның ұрпағы жалғыз
да демеймін. Ассалаумағалейкум, ақсақал. Байқаймын, Баянғалидың әкесі болдыңыз ғой? Уағалейкум ассалам. Дәл таптық. Байқаймын, балаларыңыздың жолға шығуына қарсы болып жатқан жайыңыз бар екен. Әрине, ол түсінікті. Алыс жол, танымайтын жер, тіл білмейді дегендей. Бірақ ақсақал уайымдамаңыз, ол жақтағы бауырларымыз Құдайға қараған жандар. Мына біздің жақтағы сияқты. Ей, тоқтайды шырағым. Біздің өмір саған несімен қисынсыз? Аллах. Бірдеңе сұрасаң Аллахтан сұра, бірдеңе сұрасаң Алладан сұра, жәрдем тілесең Алладан тіле деген. Ақсақал-ау, көрініп тұр емес пе? Қаншама қазақ жастар көрінген дінге кіріп азық тосып бара жатқанда. Шетіндер арақ тартатыны темекіні былай қойып, анаша. Қыздардың жабық жерінен ашық жері көп. Туған сәбиін тастап кетіп жатқан тағы қазақ қыздар елімізде некеге тұрғаннан ажырасқаны көп. Жақсы, дәлелдерің маған екен. Бірақ соны қалай тежеп тұрмақсыңдар сендер? Таза ислам мемлекетін құр. Мұсылмандық ілімді дамытатын, иманды жандардың басын қосып, осы ислам мемлекетін құрып, тәлім тәрбиені уағыздап, бірінде жетілді уағыздаймыз. Солай ма? Әлім тәрбие береміз дегендер. Тәрбиенің сақыты мынау ма? Көршілермен араласпайды, не қонаққа бармайды, не ешкімді шақырмайды. Келіннің түрі анау, бетін тұмшалап, етегіне орап. Олдың түрі мынау, сақалы беліне түсіп, шал болып отырған. Әке, ұят емес пе? Бір көрмей жат, қазықпай жат, бір адам бар. Ей, жаным кетіп бара жатса мен неге айтпаймын? Келін түсінгісі келмесе, сен түсінгісі келмесе, мен неге айтпаймын? Институтта бітіргеннен кейін жұмыс істеп жүрген жерінен білімін жетілдірем деп, араб еліне кетіп, елге тақуа болып жатыр. Басында намаз бастағанда қуанып едік. Кейіннен отбасы мүшелеріне тыйымдар көбейіп кетті. Тіпті нағыз мұсылман үстелдің үстінде отырып тамақ ішпейді. Нағыз мұсылман дастарханды жерде жайып ішкен. Үстелде тек кәпірлер ғана ішкен деп, үйдегі үстел орындықтың бәрін далаға шығарып тастады. Тіпті жұма сайын шертеп пішіріп аруақтарға Құран бағыштауды. Астағфираллах, әке, аруағы несі? Оның сөзіне сенсек, мұның барлығы күнә. Ал балам, өзің айтшы. Осының барлығы күнә ме? Аллах, ғафу жолын ұста, ғұрыппен өмір сүр, имансыздардан теріс айнал деген. Балаңыз өте дұрыс айтады. Ол күнә. Ата-бабаларымыз кезінде үстелге отырып тамақ ішпеген. Жерге дастархан жайып тамақтан арасы. Себебі адам топырақтан жаралған, жерден қуат алған. Адам жерден биіктеген сайын адам ұйлықтан алшақтай береді, ақсақал. Қазіргі жастарды құртатын телевизор. Бұл шетелдіктердің адам миын түрлі нәрсемен алдап, көргенін істеуге, баулу үшін тапқан нәрсесі. Ал теледидардан тыр жалаңаш көрген, тыр жалаңаш жағажайда жүрген қыздар көрген еркектің нәпсісі қозып, не істерін білмей, түрлі қылмыстарға барады емес пе? Жақсы. Дәлелің маған екен. Ашық-шашық
жақсы тәлім тәрбие береміз. Солай де. Өзіңді нағыз мұсылман санайды екенсің. Нағыз мұсылманның қайсы костюм шалбар галстук киген, а? Нағыз мұсылман баратын жерге Меккеге жаяу барады емеспе? Мұсылманды таза жолда айтып қоятындар, өздеріңіз ұстанбайсыңдар. Иә, Алла үшін пайғамбар хақ, Құран шын. Бірақ қауыз көлем ортаға мәдениетті түрде әдептен озбай ұстануға болмай ма? Болмайды. Неге болмайды, я? Келінің әкені баланы немереден айыру деген не сүтті? Кім айырды ақсақал? Ей, мыналарың міне! Немеремді тастап кет десем, жоқ, балалармен барған жағдайларда ерекше жағдай жасайды деп көнбей отыр. Бала, Алла тағала бұлай демейді. Әлемдердің Раббысы қаламаса, сендер оны қалай алмайсыңдар. Ал мен бұл жолды қаламасам шы. Ақсақал, Алла ештеңеге мұқтаж емес. Балаңыз дұрыс айтады. Кішкентайларын ертіп атпаса үлестері көп, жеңілдіктері болады. Ей шырағым, көңіліңе келсе де айтайын. Сөзімде тегеуім жоқ. Үсті қатқан жұқа мұз секілді. Үстіне шықсаң ойылып, тұңғиыққа батырып кететін бе? Өзімді көргенде бір жүрегім тынышталар деп едім. Керісінше күпті болып қалдым. Ақсақал, сабыр сақтаңыз, ақсақал. Бұның барлығы әрине түсінікті, уайымнан ғой. Бірақ еш алаңдамаңызшы, ақсақал. Ертең таңда ұшақ. Жоғарыда айтқандай, Түркияға дейін билет алып қойды. Бауырларымыз, біздің жұмыс беруші компанияларымыз күтіп алып, қалаған мемлекеттеріне орналастырады. О жақта байланыс жақсы. Қалай жетеді, сізге байланысқа шыға барсын. Сондықтан еш алаңдамаңыз. Мына билеттер. Таңертең аэропорт басында кездесеміз. О, Азатжан. Өн жігіт болып қалған екен. Ана Азатжан. Мынау ағаңнан сыйлық көрсетсін. Айтпақшы ұмытып қаламын. Жеке куәліктерің мен паспорттарың өзінде болады. Таңертең аэропорттың басында береді. Жақсы. Ассалаумағалейкум. Шпион вербовщик дейді. Бала, мен сенен өтініп сұрайын. Тілімді алсаң бар ма? Көнбесеңдер, Азатжанды тастап кетіңдер. Кейін тұрмыс жағдайларын жақсарып жатқан соң, қайтадан алдыртарсыңдар. Болмайды әке. Бұл жақта біз барлығын ойластырып қойдық қой.
бием. İslam memleketin құруға кедергі болып отырған имансыздармен күресу үшін келгендерді ұмытпаңдар. Сендердің жұмақтай жылы мекендерінен қозғап әкелген себебіміз İslam мемлекетін құруға кедергі болып отырған сол имансыздардың көзін түпкілікті жойып жібермек. Осыны естен шығармайсыңдар. Аллахтың ақ жолында шәйіп кетсеңдер, жұмақтың төрінде шалқып жүретіндеріңізді ұмытпаңдар. Бұл жақта көп боламыз ба? Не дедің, естімедім? Бұл жақта көп боламыз ба? Мен емес, Аллах біледі. Аллах ерлерге еліктейтін әйелдерге, әйелдерге еліктейтін ерлерге Аллахтың лағнеті болсын деген. Сондықтан жоғарыда айтқанымдай бұл жерге келген себептеріңді сендер ұмытпаңдар. Аллахтың ақ жолында шәйіп кетсеңдер, қайсың болсын, жұмақтың төрінде шалқып жүретіндеріңді ұмытпаңдар. Куәліктеріңізді қашан бересіз? Оның керегі қашан. Қалай жұтпам десеңдерді өз еріктер. Ал мына мені күнде тексереді, түсінесіңдер ме? Соларға көрсету үшін керек. Айтпақшы ең бастыны ұмытып барамын. Бақылаушы, шетелдік бақылаушы тыңшылар мен журналистер көбейді. Сақ болыңдар. Фотосуретке түсіріп алып, елдеріңе жіберіп, туған-туысқандарына қолайсыздық тудырып жүрмесін. Ол жақтың заңға тал білесіңдер. Былтырғы жылы Ақтөбеде бас көтерген. Бірнеше жастар көзін құртып жіберді емес пе? Сондықтан қайталап айтам, өте сақ болыңдар. Сақтық қажет, сақтық.
жоқ болса, жаттығуларды жалғастыра береді. Бір сұрақ. Екпе хабарланбаған айланасында қашан хабарласақ болады? Бәрі қалыпқа келсін. Бәрі қалыпқа келсін, хабарласасың. Мен жоғарыда айтып өттім, сақтық қажет. Неше түрлі журналистер, неше түрлі тыңшылар көбейіп кетті. Содан сақтаныңдар. Сендер Аллахтың ақ жолында қызмет етесіңдер. Ислам мемлекетін құруға атсалысып, бізбен бірге болсаңдар, міне, біз үшін жеткілікті дүние болсын. Басқа сұрақ жоқ болса, жеңіс біздікі болады. Иншаллах, жеңіс біздікі болады. Себебі Аллах бізбен бірге. Аллах бізбен бірге. Такбир! Аллах акбар! Такбир! Аллах акбар! Такбир! Аллах акбар! Ендеше, Алланың хақ жолынан айыра көрмесін. Иманстармен күрескенде жеңіс біздікі болуға Алла тағала нәсіп етсін. Әумин! Әмин! Алла жар болсын. Естіген шығарсыңдар. Алла тағалаға шексіз берілсеңдер, Алла тағала сендердің ойлаған арман мақсаттарыңа жеткізеді. Жаулаяса, жаралы боламыз. Сондықтан да қолымызға қару алдық. Мұна біз Алланың ақ жолындамыз. Аллаху акбар! Өшір үніңде! Сөйлеме шоқынғандардың тілінде! Ана, апа, әке деп үйрен! Енді сөйлесең, ана тұрған бақанға екі аяғынан байлап, іліп қоям. Ал қайталайтын болсаң, бауыздап тастам. Айтпаймыз де, қайталамаймыз де. Қайталамайды, естідіңіз ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам даналықтың басы Құдайдан қорқу деген. О баста мұсылман дәстүрінде тәрбиелеу керек еді. Ал сендер болсаңдар, шоқынғандарға еліктеп, құлшылық қалыпқа икемделіп кеткенсіңдер. Кеңес үкіметі сендерді Құдай жоқ деген қоғамда тәрбиелеп, қайсарлық, табандылық, өрбінезілік қасиеттерінен айырып, құлшылыққа тәрбиелеп тастаған. Біз әлемді құлшылықтан азат етеміз. Бүгіннен бастап мына балаларың әкелерінің тәрбиесінде болады. Ел алдында мәймөңкелеп сүйіп, құшақтайтын болсаңдар, жазаға тартамыз. Ал қыздарыңды тәрбиелеңдер. Еркекке иіліп жол беруге, ибалыққа, инабаттылыққа тәрбиелеңдер. Оқтыңдар ма? Оқтыңдар ма? Қараңдар! Қаса, берген. Мұна елдің қылығы ұнамай, жасандылық өте басым. Құдайға құлшылық қылғанымен әр жағы бітеу, бірдеңені бүлдіріп жүрмесін. Ол құлып қайда барады? Баласына дейін бейне таспаға түсіріп, шар тарапқа таратып жіберді. Қазақстанда бәрі телевизордан берілді. Енді ол жаққа жол жабық екенін өздері де біліп отыр. Сонда да Хасан, сонда да сақ бол. Араларына тыңшы жібер. Оқыс әрекеттерін, әңгімелерін мұна бізге жеткізіп отырсын. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі қандастарымызды қайтарыңыздар. Отандастарын, сәбилерін, ата-аналарын ойласын деп, мұна біздің жаққа өкілдерін жіберіпті. Ал біздікілер болса, сіздермен кездескісі келмейді деп, бермен қарай өткізбей отыр. Оқтол.
Міне ақша. Ана елдің баласына сыйлықтар әпер. Балаларының көңілін таба білсең, өз сеніммен келген ата-аналардың жат пиғылынан аулақ боласың. Балық қармаққа ұмтылған балықтай болсын. Шаша бер. Ұқтың ба? Ұқтым. Алла қырар болсын. Аллах акбар! Аллах акбар! Duş olma. Bir ara. Saşa! Saşa!
Шағым сонда өтті ғой. Ананың қасынан жіберіс емемен. Менің де әкем мен шешем ол сапарға жүрген кезінде келуіне қарсы болды. Ал мен ақпақ. Бәрібірде тірілікпін. Қолдағы тапаншаны қаттырақ бекен ұстата. Шөппені бассыншы. Мендей қатыгез жауыз аяма. Мен дайын. Егерде шынымен адалақ дос болатын болсаң, әйелім менен баламның көз жанарын, жаутаңдаған көз жанарын көргенше, көрмей тынышталай. Отында сен атсаңша, мен дайынмын. Атсаңша! Аман-есен жетсең, Саратов облысы, Чистоплудная деревнясында Мария Сергеевна Андреевна деген анам тұрады. Анама мына менің сәлемімді жеткізерсің. Егерде өмірден өтіп кетсе, басына барып, менің атымнан гүл қойсын. Саша! 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 Не істедің? Досым ол! Досым ол, не істедің? Саша! 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 Айттым ғой, аянбай аты өлтіреді деп. Жарайсың жігітім. Алладан жүрегіммен берілгенді сезімші еді. Нағыз жігіт.
шығарғанда аттап үлгермейді. Минаға жарылып лаңкестерге жарылып өлді. Естимісің? Сіздердің болашақтарыңызды ойлаған елдеріңіз Қазақстаннан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Түркменстан елдерінің өтініші бойынша сіздерге келіп отырмыз. Таяу шығыста болып жатқан, ымыраға келмей жатқан төңкерістің арасында жүрген сіздердің өмірлеріңіз біздерді қатты алаңдатады. Әсіресе мына балалардың тағдыры түсінбестікпен келген шығарсыздар. Отан аналарыңыз бәрінде кешіреді. Қайтыңыздар. Бізді, сіздерді алып қайтуға арнайы жіберді. Адасқанның алды жар, арты соқпақ, балаларыңыздың тағдырын ойлаңыздар. Неге үндемейсіңдер? Неге үндемейсіңдер айтсаңдаршы? Біз сіздерді қинап отырмыз ба деп. Естісін, іздеушілерім келіп тұр екен, айтыңдар. Бауырлар, ойланыңыздар. Отандарыңыз сіздердің жағдайларыңызды ойлап, бар мүмкіндікті беріп отыр сіздерге. Ені істеткен құлынның еті ауырмайды деген елдегі ата-аналарымыз екі көздері төрт болып, ет жүрегі елжіреп езіріп, сар уайымға салынып, сіздердің тағдырларыңыз алаңдаулы. Мынау кішкентай сәбилеріңіздің өмірін ойлаңыздар. Ең ұрғанда балаларыңызды қайтарыңыздар. Елдерін аман есен жеткіземіз. Айтсаңдаршы, неге үндемейсіңдер? Міне, арнайы келіп тұр Қазақстаннан. Кетем десеңдер, біз ешкімнің жолын ұстап тұрған жоқпыз. Мархабат, жолдарың ашық. Алла жар болсын. Бізді ешкімде қинап ұстап отырған жоқ. Мен өтірік айтып тұрмын ба, неге үндемейсіңдер? Айтсаңдаршы, біз айтқаным айтқан ислам мемлекетінің жеңісін тойламай қайтпаймыз. Бізді ешкім үгіттеп отырған жоқ. Біз осы жерде жеңіспен ораламыз. Маған сенбеп едіңіз. Міне, өз құлағыңызбен естіп, өз көзіңізбен көріп, көңілден тыныш.
Buna bir kıyamet. Sevgili kişi. Yılanlardan olma. Azatılmış onlara görüş. Azat ya. Özünü kaptırdım Allah'tan olmuş. Nömірі 19-да 56-шы İstanbul Қарағанды ұшағының келгенін хабарлаймыз.
осыны ойладыңдар ма қарақтарым? Ендеше арасыңдар қарақтарым. Thank you.